Азыр біз Snickers тортуна шоколадты бисквит дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның, салқын жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын отделять етіп аламыз. Так, 5 жұмыртқа керек бізге. Жұмыртқа салқын болған кезде ақ уыз өте жақсы взбиваться етіледі. И және сары уыз бен ақ уыз жақсы бөлінеді. Так, мінекей. Ешқандай даже бір капля сары уыз ақ уызға түспеу керек. Мына ақ уызымызды миксермен жақсылап взбивать етеміз. И осыған 75 грамм шекерімізді қосамыз. Бірінші жақсылап взбивать етіп аламыз. Міне осындай белый пенка болғанға дейін взбивать еттік. Енді осыған мына жерде менде 175 грамм қант шекер. Соның 75 граммын қосып, ары қарай жақсылап взбивать етеміз. Мінекей, шамамен осылай. Белый пикке дейін деп айтылады, яғни қатты күйге дейін. Кеттік. Міне осындай белый масса бізде пайда болды. Төңкерген кезде ақпайды. Мінекей. Қою ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Мына жерде менде 200 грамм ұн, 200 грамм ұнға 20 грамм какао қосам. Және 5 грамм тұз қосамыз. Оның үстіне 10 грамм толықтай разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ары қарай бізге сары уыздар керек болады. Сары уызды барлық қантымызды қосып қалған 100 грамм жақсылап миксермен взбивать етеміз. Міне миксермен осылай взбивать етеміз сары уызымызды. Мінекей осындай ақшылдау масса пайда болғанға дейін взбивать етіп, осыған 100 грамм суымызды комнатный температурада және 130 грамм сұйық майымызды қосып, жақсылап ары қарай араластырамыз. Біркелкі болып шыққанда біздің ұн мен какаомызды толықтай қосамыз. Араластырған кезде бірден миксерді қосып жібермеңіздер, өйткені қатты шашырайды қою ұндарымыз. Сондықтан бірінші осылай қолмен жақсылап қоюландырып аламыз. Сосын кейін миксерді қосуға болады. Әзірге бізде осындай қою масса шығып тұр. Енді мынау шоколадты массамызға ақ уызымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ақ уызымыз осындай болды. Мінекей. Қазір енді осыны қасықпен араластырып, жай ғана астынан үстіне қарай неге ақ уызды бұлай бөлек жасайды деген сұраққа жауап бере аламын. Себебі натуральный бисквитқа разрыхлитель қоспай-ақ осылай ақ уызды ісірту арқылы, яғни взбивать ету арқылы пышный бисквит алуға болады. Бірақтан олай көбісі жасамайды, бірақ мен разрыхлитель қостым сонда да. Осылайынан жасаған дұрыс. Жай араластырып, бірдей массаға келтіреміз. Мұны легкий болып жатыр. Көрдіңіздер ме, осы легкость қазір бисквитта да шығатын болады. Енді пергамент қағазы төселінген 26 диаметрлік ыдысқа осы массамызды құямыз. Неден? Осы бір қорждан, яғни осы бір салғанымыздан маған 3 қорж шығу керек. Қосаймыз.
тек қана ортасы емес. Енді осыны маған 180-200 градустардың арасындағы, яғни 180-190 градусқа, әркімнің печі әртүрлі, 40 минут 30 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін шпажкамен тексереміз. Түбі қалың ыдысқа, сотейник болмаса осындай сковородкаға 200 грамм, яғни карамелімізді дайындау үшін 200 грамм құмшекерімізді саламыз. Толықтай осылай жаямыз. Қазір шекер ериді. Ерігенше күтеміз, қозғамаймыз. Жай ғана осылай тексеріп тұрамыз. Міне бізде шетінде біртіндеп карамель пайда болып жатыр. Көрінеді ме сіздерге? Қанттың өзі осылай ериді. Міне осылай толықтай қайнаған кезде ғана бұлай араластырсаңыздар болады. Араластырып бір қалыпқа келтіріп аламыз. Және бұның қайнауын тоқтату үшін біз 140 грамм 33% сливкиді құйып отырамыз. Өте ыстық болу керек сливкиіміз. Мінекей, осы сармай қазір біздің карамелімізді басады. Міне осындай карамель пайда болды бізде. Сармайымызды қосып жібердік. Қазір осы сәл суығаннан кейін арахисімізді қосамыз. Ұсақталған арахис немесе толықтай арахисті қоса берсеңіздер болады. Мен карамельдің цветі өте қою, өте керемет болып шықты. Енді осының отын өшіріп, сәл суығанын күтеміз. Толықтай. Сонымен жақсылап араластырып, ыңғайлы ыдысқа құйып, холодильникке салып қоямыз. Егер торт асығыс жасалынып жатса, морозилькке салып қоямыз. Мен тортты ертең бір күннен кейін оформлять етем, сол үшін мен холодильникке салып қоямын, чтобы карамеліміз қату үшін. Ары қарай енді тортты құрау үшін крем-чиз жасаймыз. Крем-чиз, яғни мұздай ыдысқа, ешқандай ішінде суы жоқ ыдысқа, мұздай холодильникте кем дегенде 6 сағат тұрған сливкиімізді құямыз. 250 грамм сливки, миллиграмм. Сливки барлығын құйып, взбивать етеміз. Мұздай венчикпен. Сливки обязательно мұздай, барлығы мұздай болу керек. Ешқандай су түспеу керек. Одан кейін мен 100 грамм сахарный пудра жасап қойдым. Бірінші сливкиіміз жақсылап взбивать еттік, потом сахарный пудраны біртіндеп қосып отырамыз. В процессе көресіз. Қоюлана бастаған кезде сахарный пудрамызды біртіндеп қосып отырып взбивать етеміз. Мен сахарный пудраны всегда блендерде жасап аламын. Сатып алып жүрмеңіздер. Блендермен езіп алғандарыңыз дұрыс, кәдімгі қантты. Міне мынандай қою устойчивый пикка жетеді. Осындай. Сол кезде біз творожный сырымызды қосамыз. Сливочный сыр деген болады, творожный болады. Соны қоссаңыздар болады. Мен всегда осы Хохландты пайдаланамын. Бір тортқа маған спокойно жетеді. Сондықтан осындай кішкентай порциядан алып отырамын. Енді осының жирность, қатты крем жирный болсын, тортты пропитать етсін десеңіздер, барлығын қосасыздар. А если крем более-менее такой легкий болсын десеңіздер, жартысын қосуға болады. Яғни 250 миллиграмм сүтке 120-130 грамм творожный сыр қосам. Міне и мінекей. Осының жартысы ровно. Қазір араластырып процесс бойынша көрем. Мен мынандай однородный масса болғанға дейін взбивать еттім. Мына легкий прям болып тұр қазір.
Сол үшін мен тағы творожный сыр қосамын. Себебі менде шет-шетін жақсылап ұстап тұру керек. Тағы бір қасық қосамын. Яғни примерно 180 граммдай болды творожный сыр. 100 грамм творожный сыр болу керек. Сондықтан бәрін қосамыз. Мына жерде менде 220 грамм. 250 ғой, енді 250, яғни 200, мен бірге бір қосам. Негізінен бірге 2 қоссаңыздар, яғни 200 грамм сливкиға 400 грамм творожный жирный болады, енді бірақ дәмді болады. А мен қатты жирный не хочу, потому что балдар да жейді. Сондықтан слегка легкий крем-чиз жасап жатамын. Біздің крем дайын. Осындай өзінің формасын өте жақсы ұстайды, өте дәмді, өте қымбат крем-чиз. Қазір енді осы крем-чизді пакетикке салып, кондитерский тортты құрастыруға кірісеміз. Мінекей осылайынан салып аламыз. Екіге бөлдім. Мына торттың іште, мына торттың сыртына. Болған бисквитімізді формадан суығаннан кейін шығарып, осындай 3 бірдей коржыға бөліп, герметикпен орап, салафанмен мен холодильникке салып қойған болатынмын. Ертесіне жасайтын болғандықтан, мынау кеше піскен. Мен рецептін солай пісіріп жатырмын. Кеше жасағаным. Енді қазір осындай дайын формаға, осындай айналатын столикке торттың астындағы ыдысын қою арқылы және жан-жанына осындай қағаз төсеп жасаймыз, потому что шоколад ағады, аққаннан кейін шеті шоколад болмас үшін осындай қағаздарды қойып қоямыз. Пергаментный бумага ғой. Біздің бірінші коржымыздың шет-шетіне ең бірінші крем-чизден кішкене бортиктер тұрғызамыз. Біздің карамеліміз сәл ыстықта ағып кетпеу үшін, комнатный температурада ақпас үшін ол бортиктарды осылайынан жүргізіп шығамыз. Бортик болып бізде. Енді карамелімізді мен мынандай кішігірім ыдысқа салып қойдым. Осыны қатып қалды ол уже давно. Вот осыны енді қатқайын күйінше тортымызға жақсылап саламыз. Кішкене менде карамель сухойлау болып шықты. Біз карамелімізді салдық. Менде карамель ұзақ қайнап қойған, негізі ұзақ қайнатпағандарыңыз дұрыс, сухойлау болып қалады. Карамелімізді салып жатырмыз. Менде карамель сәл ұзақтау қайнап қойды да. Отты жай қойып, азырақ қайнатқандарыңыз дұрыс. Менде сәл сухойлау болып тұр, және холодильникте ұзақ тұрғаннан кейін қатып тұр. Осыны әдемілеп тегістеп жаямыз. Бортиктерден шықпау керек біз. Екінші слой бисквитімізді қойдық шоколадны. Енді осыған толықтай крем-чиз жағамыз. Үшінші бисквитіміз, бұл өзіміздің бисквиттің ең беткі бөлігі. Печкада жоғары жағы сәл жақын тұрғандықтан кішкене қызарып қалған. А так нормально. Тортымыз тегіс шығып жатыр. Енді қалған кремді толықтай осы тортты жабуға жұмсаймыз. Шығып тұрған жақтарын реттейміз әдемілеп. Енді мына тортымыз дайын. Енді оформлять етеміз. Тегістеуге мешать етпес үшін мен мынау пергаменттерді алып тастайтын деп шештім. Тегістеп аламыз, потом қойып, гриляжын қойған кезінде сол кезде шашылмайтындай қоямыз.
осылай теп-тегіс торт шыға келді. Мұны шеттерін бірінші жақсылап бітеп аламыз. Осылайынан чтобы анау астындағы неге ақпаш үшін қатты. Так, кірсек енді гриляж құямыз. Толықты барлығын ортасына құйып аламыз. Енді ең күшті процесс ол жан-жағына жағу. Қиын да процесс, и күшті да процесс. Аралар тиіп кетпеу керек. Негізі астын егер бірінші андай черновой стенкаға істесеңіздер, онда қалай болса солай бүйтіп жаға беруге болады ғой. Менде астында чистовой болып тұр, сондықтан маған өте аккуратно болу керек. Сол үшін мен осылай асықпай жасап жатырмын. Жоқтар кейбіреулер құя салады, олай да жасауға болады әрине. Бірақ ол үшін астындағы неміз запаска болу керек. Менде запаска болмай тұр. Сондықтан осылайдан жасау бұйырып тұр.